Баршаңызға сәлем қыз-келіншектер, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге жасалу жолы өте оңай және де қолжетімді ингредиенттерден тұратын творог пен королевский ватрушки пирогын жасайтын боламыз. Творожный пирог деп атасаңыздар да болады, алайда негізгі атауы королевский ватрушки. Бұл пирогтың дәмі ауызға салған кезде үгітіліп кететіндей өте нежный, әдемі және де өте дәмді, тіл үйретіндей дәмді болып шығады. Сіздер үлкен отбасы болсаңыздар немесе үлкен жиын жасап жатқан болсаңыздар, осындай көлемі үлкен пирог іздеп жүрген болсаңыздар, бұл сіздерге өте оңтайлы рецепт. Ең алдымен біз ұнымызға маргаринімізді салып, разрыхлителімізді салып, крошка жасап алудан бастаймыз. Неге бізде осындай біркелкі крошка шығу қажет. Сосын артынан разрыхлителімізді салып, біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Бізде крошкамыз дайын, ал енді начинкамызға кірісеміз. Бізде начинкамызға творог, қант және де жұмыртқа қажет болады. Творогты вилканың көмегімен немесе блендердің көмегімен біркелкі масса етіп алсаңыздар болады, ал мен пюре мұжатынды қолдандым. Сосын қантымызды салып, жұмыртқамызды салып, біркелкі масса етіп араластырып алатын боламыз. Неге бізде осындай біркелкі әдемі творожный масса шығуы қажет. Ал енді біз тортымызды, яғни пирогымызды жинауға кірісетін боламыз. Құрғақ ингредиентімізді екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлік үлкендеу, бір бөлігі кішілеу болу қажет. Үлкендеу бөлігін астына қолданатын боламыз, кішілеу бөлігін бетіне қолданатын боламыз. Осындай үлкендеу бөлігін астына бір тегіс етіп жайып шығып, үстінен творожный массамызды салып шығатын боламыз. Біркелкі етіп салуға тырысыңыздар. Сонда пирогымыз бір тегіс әдемі болып шығатын болады. Ал енді қалған құрғақ массамызбен творогтың бетін жауып, пирогымызды пісіріп алатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 45-50 минут пісіріп аласыздар. Жан-жақтары қызарып, кішкене пирогымыз ісінген кезде бізде дайын болды деген сөз. Мен ровно 45 минут пісіріп алдым. Неге біздің дәмі тіл үйретіндей өте дәмді пирогымызды дайын пісіп шықты. Көлемін байқасаңыздар үлкен, яғни бағана видеоның басында айтып өткенімдей, сіздер жиын жасап жатқан болсаңыздар өте ыңғайлы рецепт. Кесіліп жатқан байқаған болсаңыздар өте нежный, өте сондай жұмсақ болып шыққан пирог. Негізі мен ыстық күйінде кестім, бірақ ыстық күйінде кесуді ұсынбаймын сіздерге, өйткені шашылып кетуі мүмкін. Мен видео түсірген болғандықтан ыстық күйінде кесіп көрсеттім сіздерге. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қыз-келіншектер, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте осындай бір күшті рецепт, әдемі, үйіңіздегілерге ұнайды деген сенімдемін. Ас болсын.